Кайырлы күн достар. Бүгінгі видеода болт пішімді жастықша дайындаймыз. Алдымен болашақ болтымыздың үлгісін газет бетіне түсіріп, қайшының көмегімен қиып аламыз. Үлгіні алдын ала дайындап қойған матамыздың бетіне қойып, түйреуіштермен бекітеміз. Қайшымен мұқият қиып, 2 данасын дайындаймыз. Менің жағдайымда 2 беті әр түсті болады. Үлгіден бөлек, ені шамамен 5-6 см болатын ұзын жолақтар кесіп аламыз. Енді жолақтарды бұлтша бойымен тігіп шығамыз. Менің жолақтарым бұлтшаның периметрінен қысқа болғандықтан, мен 2 жолақты бір-біріне қосып ұзартамын. Тігісі ұқыпты шығу үшін мен 2 жолақтың шетін 45 градуспен қиып, бір-біріне біріктірдім. Әр тігісті 2 түрлі тігіспен өңдеп алдым. Біріншісі зигзагпен, екіншісі түзу тігіспен тіктім. Ең бастысы, асықпай мұқият тігу керегін ұмытпаңыздар. Тігіс соңында жолақтың басы мен аяғын біріктіріп, 45 градуспен тігеміз. Артық жолақты қиып тастаймыз. Тура осылайша екінші бетін тігіп шығамыз. Енді дайын болған 2 дайындаманы бір-біріне түйреуіштермен біріктіреміз. Байланыс нүктелері сәйкес келуін қадағалаңыздар. Тігіс бойымен тұтас түйреп болған соң, машинкамен тігуге кірісеміз. Тігу барысында түйреуіштерді шешуді ұмытпаңыздар. Тігу соңында шамамен 10-12 см орын қалдырып, бұлтшамызды оң бетіне аударамыз. Ішін синтепон немесе холофайбермен тығыздап толтырамыз. Ең соңында қалдырған қуысымызды қолмен тігіп шығамыз. Дайын болған бұлтшамыздың үттіктің көмегімен ыстық бумен өңдеп аламыз. Осылайша оңай әрі тез бұлтшамыз дайын болды. Егер видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген видеолар сіздерді күтуде. Көріскенше сау болыңыздар.